Сәлеметсіздер ме? Мен Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қоры қызметкері Назерке Төлегенқызы. Бүгін сіздерге музей қоры ұжым ұйымдастырған Сарайшықта шықтаған өлеңдер айдарында Сарайшық ауылының тұрғыны Серік Қойшығұловтың Сарайшық өлеңін арнаймын. Қан орда мекен, мен үшін алтын құндақсың, өзіңде туған өрімдей балаң үн қатсын. Тарихыңменен талайға таппа жұмбақсың, табиғатыңмен туған жер маған қымбатсың. Балаңа жүрме бағаламас деп күн артып, сағынам әлі балалығымда құмартып. Жетқан жердің астының байлықтарына, жетқан жатқан топырағың маған мың артық. Тегіңмен сенің бағымды келем қамшылап, тағдырым тастай тереңім кейде тамшуақ. Жылатып тұрып, жырыңды қосшы дегендей, тасыңды түртсем тарихым жатыр тамшылап. Табытын беріп, шайырды талай шыңдаған, шер дала әлі шешілмей жатыр шыңғыған. Батаңды берген басымнан сипап, өзіңсің, ақындықтағы үнімді алғаш тыңдаған. Әзірге оқы өлеңмен осы қатымды, жазармын әлі жайыққа жүрек татымды. Алдымда тұрған арманым аздап азаяр, алашқа сенің паш етсем тағы атыңды.